2022 жылғы 25 наурызда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарсы барлау қызметі Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы президентіне және бірқатар жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлерге қастандық жасауды жоспарлаған шетел барлау агенті Қазақстан Республикасының азаматын ұстады. Бір мезгілде ол арнаулы және құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты террористік актілер жасауды жоспарлаған. Тінту барысында шетелде шығарылған дыбыс өшіргіші бар снайперлік винтовка, есірткі заттары және ірі ақша сомасы тәркіленді. Қару Қазақстанға кәсіби жасырылған түрде бөлшектермен әкелінген. Бұдан өзге, ол әлеуметтік желілерде тиісті материалдарды жариялау арқылы Ресейге қарсы үндеуді насихаттау және қоғамда русофобтық көзқарастарды тудыру тапсырмаларын орындаған. Алдын ала тергеу барысында күдікті жоғарыда көрсетілген істерді шетел мемлекетінің тапсырмасы және мүддесінде жасағанын мойындады. Қазіргі кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Қылмыстық кодекстің 24 бабы 1 бөлігі және 255 бабы 4 бөлігінде көзделген қылмысты жасау фактілері бойынша тергеу жүргізілуде.